Сәлем достар, сіздермен үрбіш, бүгін морковный пирог, яғни сәбізді бәліш жасайтын боламыз. Байқасаңыздар, бетіне карамель жағылған бұл пирогты ортасынан екіге бөліп, кез келген крем жағып, торт ретінде ұсынсаңыздар да болады. Сонымен видеоны соңына дейін көріп, жасалу жолын үйреніп алыңыздар. Сәттілік! Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа шағып аламыз. Жұмыртқаның көлемі қатты маңызды емес. Бастысы жұмыртқаңыз қатты салқын болмау керек. Үй температурасында болса, сіздің бәлішіңіз өте жақсы көтерілетін болады. Жұмыртқаны миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Осылай көтеріліп көпіршіген кезде қантты 3-4 бөлікке бөліп қосып миксерлейміз. Миксерді 1 минут сайын жоғары жылдамдыққа көтеріп отырыңыз. Массамыз осындай әппақ күйде болу керек. Енді оған сұйық май қосамыз және алдын ала ұсақталынған жаңғақ қосамыз және теркадан майдаланып өткізілген осылай балғын сәбіз қосамыз, яғни свежий болған дұрыс сәбіздің. Осының барлығын енді қосып миксерлейміз. Көп ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, шамамен 5-8 секунд жетеді. Енді бұған корица немесе какао қоссаңыздар болады, көп емес 5 грамм жетеді. Шым-шым сода себеміз. Сосын ұнға разрыхительді бірінші араластырып аламыз, яғни қопсытқышты одан кейін барып електен өткіземіз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу керек. Миксердің ең төменгі жылдамдығымен миксерлейміз, немесе жай ғана қасықпен араластыруға болады. Бірақ өте тым көп араластырмау керек, өйткені қамыр басылып қалуы мүмкін. Диаметрі 24 сантиметрлі қалыпқа астына пергамент қағазын төсеп, 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Және пеш алдын ала қызып тұрған болу керек. Бұл жерде карамель дайындаймыз. 2 түрлі ыдысқа, бір бетіне қант, бір бетіне кілегейді қойып, екеуінде отқа қоямыз. Осылай қантты араластырамыз. Қант ыдыста ерігенше отта ұстауымыз керек. Міне осылай қоймалжың боп еріген кезде үстіне сары майды қосып, тағы да сары май ерігенше араластырамыз. Енді үстіне ыстық кілегейді құямыз. Кілеге қатты қайнамау керек, жай ғана баяу отта ыстық болып тұру керек. Міне енді бір шама уақыт араластырамыз. Осылай бір қайнап шығады. Міне осымен біздің карамель дайын. Пісіп шыққан бисквитте, карамельде толықтай суыған болу керек. Суып болғаннан кейін ғана үстіне осылай карамельді жаңағыдай құйып, қасықпен немесе осындай шпательмен жан-жағына жеткізіп жаямыз. Сәндік үшін осындай сахарный пудра, яғни қант ұнтағын жан-жағына сепсеңіздер, өте ақ пен қара бір-біріне керемет үйлеседі. Және бетін кез келген жеміс жидекпен сәндесеңіздер болады. Мен де бұл жерде малинаны қолдандым. Міне достар, біздің карамельді сәбізді бәлішіміз дайын. Осылай бірден дастарханға қойсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.